Одан кейінгі біздің тоқталатын кездесу мейн карттың шымылдығын ашатын кездесу болмақ. Ерлер арасында жартылай ауыр салмаққа дейінгі, яғни 93 кг салмақта өтетін керемет кездесу. Бұрынғы Украинаның, қазір Ресейдің атына өнер көрсетіп жүрген нөмір 8 орында тұрған Никита Крылов пен оның қарсыласы нөмір 11 орында тұрған кезінде Джон Джонспен бір деңгейде чемпиондыққа белбеуге таласқан американдық Доминик Рейс арасында өтетін керемет кездесу болмақ. Біз білетіндей кезінде Доминик Рейс 4 жеңіліс қатарынан келе жатқан болатын. Бірақ та өзінің соңғы 2 кездесуінде бұл қатесін жөндеу арқылы Доминик Рейс жеңіс жолына қайта оралып отыр. Біз білетіндей Доминик Рейс өзінің соңғы 2 кездесуінде американдық Джастин Джейкобиді нокаутпен жеңген болатын. Ал өзінің соңғы кездесуінде бұл жауынгер американдық Энтони Смитті техникалық нокаутпен жеңген білеміз, достар. Ал Ресей елінің өкілі Никита Крыловқа келетін болсақ, Никита Крылов өзінің кездесуден тура осыдан 2 жыл бұрын өткізген болатын. Сол 2 жыл бұрынғы кездесуінде Fight Night-тардың бірінде бұл жауынгер американдық Райан Спенді жеңіске жеткенін білеміз. Бұл кездесуде менің ойымша американдық Доминик Рейс жеңіске жетуі тиіс. Менің ойымша бұл кездесу нокаутпен Доминик Рейстің пайдасына шешілуі керек деп есептеймін. Бірақ та біз білетіндей Никита Крыловтың жалпы грэпплинг стилі, джиу-джитсу стилінің өте керемет деңгейде екенін білеміз. Ал Доминик Рейстің жалпы бокс стилі, күрес стилі және де грэпплинг стилінің өте жоғары деңгейде екенін атап өтейік, достар. He's out on his feet.